Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан сарай бағдарламасы. Кезекті хабарымыздың қонағы Алматы қаласындағы Қазақ концерт гастрольдік концерттік бірлестігінің директоры, Қазақстан Республикасының халық артисі Алтынбек Қоразбаев туралы болмақ. Алтынбек аға, енді осы Қазақ концерт бірлестігіне келгелі 1,5 жылдың жүзі болды. Сізге келгелі жағымды жаңалықтар, осы бірлестікте атқарылып жатқан шаруалар қандай? Біз естіп жатырмыз, осы ауыл жылына байланысты жақсы жаңалықтар сіздерде шығып жатқан секілді. Мен енді келе салып, үлкен бір революция жасадым деп айта алмаймын. Жұмыс Қазақ концерт, мінекей Қазақ концерт болғалы 40 жылдан асып кетті. Маған дейінді бірнеше кәдімгі аты көпке әйгілі танырман азаматтар менің орнымда бас директор осы жерде қызмет жасаған. Ал енді мен қолыма алғалы мінекей 1,5 жылдың жүзі болды. Енді бұған дейін де мен енді халыққа аян, елге белгілі мына концерттік ұжымдарда осы директорлық қызметте көбірек жұмыс жасаған. Сонау Жамбыл облысында мысалы 11 жыл бойы қатарынан Жамбыл облыстық филармонияны басқардым. Одан келгеннен кейін мына Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармонияны 5 жылдай басқардым. Одан кейін мінекей бұрынғы біздің мынау мәдениет ақпарат келісімшарт министрі Құлмахамбет мырзаның ұсынысыменен, мен бұл орынды өзім сұрап алған жоқпын, немесе конкурс қатысып алған жоқпын. Сол кісінің ұсынысыменен осы қызметті маған ұсынған болатын. Енді Аллаға шүкір, мінекей қазір осы 1,5 жылдың көлемінде бірталай көлемді жұмыс істеп тастаған сияқтымыз. 17 миллион теңгеге 3 қабатты кәдімгі күрделі жөндеуден өткіздік. Барлық әйнек терезелерін айырбастап, жаңағы әртістер дайындалатын бөлмелерге жаңағы әр кіргізіп, олардың ішіндегі жаңа дүние мүліктерін түгендеп деген сияқты, музыкалық аппаратураларын, басқа да музыкалық жаңа саймандарын түгендеп, соларды жаңалап, әжептәуір былтыр жұмыс жасадық. Бұл ішкі дүние, ал енді сыртқа шығып жатқан жол сапарларыңыз? Енді жол сапарлар, енді әртіс деген, менің ойымша, несімен әртіс? Әртіс деген халықтың арасында болып, халықпен бірге етене араласып, соларға өз өнерін бағыштап, соларға өз өнерін көрсетіп, солардың ыстықылашына жаңағы оралып жатса, сонда ғана әртіс ол. Өзімізге, міне елімізге белгілі, мына 2 жыл, өткен 2 жыл, мінекей өтіп бара жатыр, 2-ші жылы, ауыл жыл деп елбасының саясатымен ауыл жыл деп атаған болатын. Осыған орай біз де үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Биылғы жылдың өзінде әдейі арнап мен осы өзіміздің республикамыздың облыс көлемдерінде ән фестивалін жария етіп, соны бастап та кеттік. Ән фестиваль деп отқанымыз ауылым әнім деп айдар тағып, осы лауазымды аты үлкен әртістерімізді сол ауылдың сонау ел көрмеген, көптен бері 10 жылдан бері концерт болмаған кейбір ауылдарға барып қайттық. 2004 жылдың 1 жартыжылдығында Шымкент, Жамбыл облысы, міне Қызылорда облысына мінекей осыдан 3-4 күннен кейін шығайын деп отырмыз. Ол жаққа өзім бастап барам. Қызылорда облысының сонау Аралдан бастап бергі Шиеліге шейін, Жаңақорған ауданына шейін келіп, әр ауылда енді әрау демей қойын, аудан орталықтарында міндетті түрде кәдімгі өзіміздің өнер жұлдыздарымен барып қайтамыз. Ал енді келешекпен жоспарым, осы күзге таман деп отырмын, мына шығыс өңірінде Семей, Өскемен жағына барып қайту. Онан кейін батыс өңіріне енді Алла қаласа
түсті деп жатырсыз. Біздің әншілеріміздің жалақысы өскен шығар? Әншілердің енді бұл әлеуметтік жағдайы, жалақылық жағдайы өте қазір жақсы. Мен мысалы оны мақтанышпен айта аламын. Ол жақында ғана біз әртістерге 20%-тен 50%-ке шейін, пайыздан 20%-дан 50%-ға шейін жалақыларын ұлғайттық. Мысалы ең көп болатын айлық бізде қазір 24 мың теңгеге шейін жетті. Бұл енді СНГ көлемінде бұндай айлық ешкімде жоқ мысалы. Әншілер бұған қанағаттанып жатыр ма? Енді неге қанағаттанбасқа? Енді қазір Құдайға шүкір, оны мен жасырмай, мысалы бұрынғы кеңес дәуірінің тұсында әншіні тойдан көрсек, мысалы мен как жетекші есебінде, директор есебінде бір әншіні тойдан көріп болсақ, ол әншіні келесі күні сөгіс беріп тіптен жұмыстан шығаруға шейін баратынбыз. Ал енді тойда керек нәрсе. Той деген біздің бақытымыз, біздің қуанышымыз, біздің тағдырымыз. Мысалы мен ұлымды үйлендірсем, менің тойым әртістерге мен айтса қандай керемет болады. Сол сияқты әр адам өзінше, мен әртістерді тойға баруымды рұқсат етемін. Тойға барасың ба? Бар. Ол жерден бірдеме беріп жатса, ала ғой деймін. Ала ғой деймін. Ал енді мен өзім бірақ біреуді әртістерді той томалаққа сатып көрген емеспін. Барғым келсе бар, өз тілімді өзім білдіп айтамын. Сол сияқты әртістер ешкімнен кедей емес. Басшы болғаннан кейін біздің әншілеріміз жеке дара гастрольдік сапарларға шығуға келісім бересіз бе? Әлде олардың жеке дара өзінше жұмыс атқарғанына қалай қарайсыз? Мен келісім беремін. Мысалы, кейбір әртістер келеді, аға, мен осындай Қызылорда облысының азаматы едім. Менің елім шақырып жатыр. Ауылға барып бір өзімнің өнерімді көрсетіп қайтайын деп. Оған қалай қарайсыз дейді. Мен айналайын қараған барып қайт. Барып қайт, еліңді көріп қайт, спонсор болса тауып қайт деп қалжыңдап та қоямыз. Сол айтқандай барып өздерінің жаңағы концертін қойып, аты мініп, шапанын киіп қайтып жатады. Оған енді өмірдің өзі біздің қазақи менталитетіміз соған жетелеп тұрған сияқты. Оған мен ешқандай қарсылық білдірмеймін. Ал біздің қазақ концерттің өз жоспары, өз планы бар. Оған да әртістер өз концерт қойып бізге жаңағы қаржылай ақша құйып жатады. Бұл өзіміздің жоспарымызға байланысты. Еліне барған әншіге қазақ концерттің өз үлесі бар деген шарт қоймайсыз ба? Жоқ, шарт қойғанда мен айтам оларға, әр әртіс мысалы жаңағы міндетті түрде төлемелі ақылы жаңа концертке қойып біздің қазынаға теңге құюын керек деп айтып жатамын. Ол орындалып тұрып жатады. Мысалы өткендегі мына Жамбыл облысында болып қайтқан жаңағы айландырған 8-ақ күннің ішінде біз 3 миллион теңге таптық. 3 миллион теңге әкеп біздің қазынамызға құйдық. Бұл енді қуанарлық жағдай. Бұндай жағдай еш уақытта болмаған мысалы. Ал басқа мысалы облыстық филармонияда, Астананың филармониясында ол 3 мың теңгені ол таба салу оңай емес ол. Ал біз өзіміздің жаңағы әртістердің жұлдыздық жаңағы кезеңдерін пайдаланып, мысалы енді бұл жерде бізде 83 жастағы, 82 жастағы қазір Роза Бағланова әпкемізден бастап мінекей қазір 18-19-дағы Тахмина, жаңағы Гүлнұр, Айгүл, немесе Бейбіт сияқты әдемі біздің жаңа әртістеріміз жұлдызды шақтары қазір. Жұлдыз шақ деген звездный жаңағы деп айтады, жұлдызды шақтары. Сол мүмкіндікті пайдаланып қалу керек дейсіз ғой? Міндетті түрде пайдаланып жатырмыз. Халық жақсы көреді. Сіздің жастарға деген қамқорлығыңыз қаншалықты? Енді сізде көбіне жаңа айтып жатырмыз, басы Роза апамыз болса, соңы жаңағы келген жастар деп. Негізінен өзіңіздің шәкірттеріңіз құрай ма жастарды, әлде сырттан келгендер баршылық па? Қазақ концерт ұжымына мен 2003 жылдың қаңтар айының сол 11-12 жұлдызында келгем. Содан бері қарай енді менің жаңағы өтінішім бойынша және Қазақ концерт ұжымында мынау шығармашылық топ аздығына байланысты мен сол кездегі комитеттің төрағасы Аманшаев Ермек Әмірханұлына өз өтінішімді айтып, алдына бірнеше рет бардым. Енді Ерекеме көп рахмет, маған 21 штат берді бірден. 21 штат деген бұл үлкен байлық деп есептеймін мен. Сол 21 штатқа 21 кәдімгі жасөспірім таланттарды алдым. Үлкен конкурс жарияладым конкурспен. Оның ішінде енді халыққа қазіргі әйгілі болып кеткен Музарт триосы бар. Оның ішінде Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдвалиева, Тахмина Әшімбекова, Тахминаны енді білетін шығарсыздар, Азия дауысының лауреаты. Нұржан деген азамат, осы Әуелі Қашаубаев конкурсының гран-при иегері Нұржанды алдым. Танымал емес әншілер жоқ па, жас әншілер? Жоқ, танымал емес болғанда енді қарапайым жай ортадан төменірек әртістерді біз енді қабылдамаймыз. Бізге шындығында да жұлдыздар керек тек қана. Және Әлхиса ұлттық фольклор этнографиялық ансамбльдің басын құрап 12 адам. Оларды алдық, бас аяғы сол 21 адам қазір штатпен толықтырылды. Құдайға шүкір, жастарменен біздің енді сахна деген жастық сүйетін енді бүткіл ел жақсы біледі ғой. Сахнада жас жігіттер жайнап, жас қыздар гүл-гүл жайнап тұрса қандай керемет. Сол жас жігіттер мен қыздарменен толтырылған біздің. Алдыңызға келіп жатқан, кейінгі шыққан жас толқын әншілер бар ма? Қызмет сұрап,
бір кезде өзіңіздің тәрбиеңізді көріп едім, шәкіртіңіз болып едіңіз деп. Өте көп, өте көп. Мысалы, осы маусым айының 1 жұлдызы күні мен үлкен конкурс жарияладым. Ол конкурсты одан 2 ай бұрын газет журналдарға, қазақ әдебиетіне, Жас Алашқа хабарлама жібердім. Қазақ концерт бірлестігі конкурс жариялайды. Конкурста мысалы жаңағының тәртібі сол 17-18 жастан 26-27 жасқа шейінгі талантты қыз жігіттер қазақ концертке қызметке шақырылады деп. Оның бірінші түрден біз оның ең бірінші өзінің өнеріне қараймыз. Мысалы әншілігіне, дауысына, екінші түр сымбатына қараймыз. Үшінші жаңаның киім қалай киеді екен, тәртібіне қараймыз. Осыған орай конкурсқа 60-70-тен астам арыз түсті. Бірақ өкінішке орай солардың ішінен біз бір-ақ әртіс алдық. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, жаңағы сахна деген жастық, әдемілік, сұлулық деп. Енді сіздің де кештеріңіздің әу бастағы бастамасында сырғалым, шашбаулым деп соңғы уақытта сағынып жүрсіз көп нәрсені. Кештеріңіз осындай тақырыптарды арнайы жасайсыз ба, әлде әндеріңізді лайықтап қойсыз ба? Мен енді бір ат қоюда, концертке ат қоюда кейбірде бір жолым болғыш жігітпін деп қояйын енді. Өйткені мынау Мейрамбек пен Тоқтар екеуі түйдей құрдас, араларында 6 күн, 7 күн. Солар 25-ке толды осыдан 2 жыл бұрын. 25-ке толған кезде ара ойлап, бері ойлап, екеуінің басын қосып, енді екеуі де жұлдыз болып қалған кезі, Музарттың енді жаңағы алдындағы 5-6 өлеңі шығып, енді аты шыға бастаған кезі, Мейрамбек оның алдында Бозторғай деп, Тоқтар оның алдында жүрегіммен егізбеде атты жаңағы ән кешін өзім ұйымдастырып берген екеуіне де. Осыған орай ара ойлап, бері ойлап, екеуі де 25-ке келіп жатыр. Әттең енді 25 деген әркімнің өкініші, әркімнің арманы шіркін, ол қайта болмас 25. Осыған орай екеуімен басын қостым да айттым, бір бағдарлама жасайық. Бұл енді концерттен бұрын 3 ай бұрын. Әннің аты айқай 25 болады деп екеуі де көз бақырайып кетті. Сондай да концерт бола ма екен, көке? Ондай концерт деген біз түсінбейміз. Мен айттым, түсінесіңдер. Сендер көкеңді тыңдаңдар. Өзіміздің республикалық сарайымызда бүткіл ел куә, тіптен 1 емес 3 концерт қойдық. Біз 5-ке үйренгенбіз ғой. 2-5 істейді, 55 деген жасқа келдім келесі жылы мен, өткен жылғы ол енді. Сол 2-5-ке енді көптен өзім концерт қойған жоқ болатым. Республика сарайында мен 2 жылда 1 рет шығып тұрамын енді. Өзімде сахнаға қазір онша құмарлығым жоқ, шынымды айтсам. Жаңа бекер айтқан жоқпын мен, сахна жастықты сүйеді деп. Бірақ ел ұмытпас үшін, халық ұмытып кетпес үшін анда-санда бір енді бойымызды, төбемізді көрсетіп қойып тұрамыз. Соған орай өзімнің бір авторлық концертін қойғым келді. 55 жасқа қандай ат ыңғайлы. Осыған орай жаңағы сағындырған 25 деп қойғаным осы болатын. Айқай 25-тің әннің 2 мәтіні бар. Бір мәтін Толымбек Әлімбек жазған. Негізі мен өзім ән жаза беремін, текстін жаза беремін сөздерін. Көпшілік әндерімді өзім жазған, бірақ ақындарды шақырып, солармен ақылдасып, қайтадан жөндеп, сол ақынның атымен жіберемін. Енді шала сауатты жаңағы мен тексті еш уақытта мен өзімнің әндеріме ұқсат бермеймін. Ал енді сағындырған 25 деген ән, сол айқай 25-тің өз әні, соған тексті өзім жаздым. Ішіне кәдімгі өзімнің өткен өмірімді баяндап, жаңағы сырғалымға мен жаңағы сырластым, шашбаулымен шашбаулыға шашылдым деген сияқты әдемі сөздер бар. Бұл енді жүйесі бар сөздер барлығы, бастан өткен сөздер. Сол себепте сағындырған 25 деп қоюға тура келді. Ал келесі концерттеріңіз қалай болады екен, тақырыбын ойланған жоқсыз ба? Енді оны әлі ойланған жоқпын. Алла қаласа енді концерт қоярмыз. Бірақ енді сахнаға айтып отырмын ғой, мен жиі көп қазір мен шықпаймын. Керісінше сол жастардың жаңағы шашбауын көтеріп, солардың концерттерін ұйымдастыруға қазір соған атсалысып жүрмін. Оның ішінде тек қана өзімнің еңбегімді сіңіп, өзімнің жаңағы шәкірт болып жүрген жастарды ғана мен танымайтын біреулердің концертін еш уақытта ұйымдастыруға немесе өтіп кеткен әруақтарға ешқандай мен концерт ұйымдастыра жүрген жоқпын. Енді Алла қаласа мына келесі жылы Нұрғиса, менің пірім Нұрғиса деп айтамын ғой мен. Сол Нұрғиса ағамның менің қасында көп жүрдім, көп ілестім. Ол кісінің талай-талай әдемі жаңағы сырларын да білем, мұңдарын да білем. Мен жөнінде екеуміздің ара қатынасымыз жөнінде де көптеген әңгімелер бар. Осыған орай келесі жылы 80 жылдық ағамыздың. Сол 80 жылдыққа мен өзім былай моральды қазір дайындалып жатырмын. Ағаның енді 80 жылдығын Нұрғиса деп кәдімгі аты өлмейтін Нұрғиса, 100 жылда туатын Нұрғиса есебінде сол кісінің үлкен кештерін ұйымдастырсам ба деген бір арманда жүрмін қазір.
кеттің бошып шалғайға, сыймай біздің маңдайға, тамылжыған таңдайды таңға жайып ән қайда, қараша қалдым қайда сен сазым, шаршаған шығар қанатым, жолыңа қарай күндерді санай таусылдым менің тағдырым. Қарашаның бұлтынай, қам көңілдің жыртығай, тербеледі әніңе артта қалған жортаңай, қараша қазым тағдырың жазым, тәңірге назым жетер ме, қанатым талмай жолыңнан қалмай оралшы ата мекенге, қараша қазым қайда сен сазым, шаршаған шығар қанатым, жолыңа қарай күндерді санай таусылдым менің тағатым. Ой, қараша қарашаға Басшылық қызметте жүргеннен кейін шығармашылықта сәл ығысып қалды ма, әлде кішкене осы ел ағасы болғаннан кейін тек қана сол қол астыңыздағылардың жыртысын жыртқан тәуір көресіз ба? Бұл енді әр нәрсе өз жөнімен. Кейбірде маған бірнай сұрақтар қойады. Сізге кедергі болмай ма дейді. Сіз басшылық қызметте жүрсіз, бір қолыңызда папка, бір қолыңызда домбыра. Бұл қалай болады екен дегендей сұрақтар қойылады. Ал енді бұл бір-біріне ешқандай бөгет болып жатқан жоқ. Қайта бір-бірін демеп, жаңағы басшылықпенен өзің әртістің ішкі дүниесін, әртістердің ішкі дүниесін енді мен өте жақсы түсінемін, олардың қас-қабағын өте жақсы білемін, тіптен өзім байқап та жүрмін. Маман өз орнында отырған дұрыс қой деймін. Өзінің орнында отырып, сол маманды маман басқарып, әртістерді әртіс басқарған өте жақсы болады. Бірақ енді оғанда үлкен сана сезім керек, ой керек, шыдамдылық керек, төзімділік керек деген сияқты. Енді Құдайға шүкір, мен директорлық қызметте 20 жылдан астам директорлық қызмет атқарып жатырмын. Енді еш уақытта жаман атымыз шыққан жоқ. Қайта айтып барған жерде гүлдендіріп, соның айтып өсуіне үлкен атсалысқаннан басқа. Тәжірибенің жоғарылығымен дейсіз ғой. Енді тәжірибе, баршылық, енді мен мақтанбаймын, қинатып жіберемін деп. Әнші ғана емессіз, композиторлығыңыз және бар халыққа енді сол тамаша дүниелерді тудыруыңыз керек қой. Соңғы уақытта бізге сол сұйылып кеткен композиторлардың әндері жетіп жатыр, туындылар жетіп жатыр. Сондықтан да осы жағынан қомақты үлесіңіз бар ма? Әндеріңіздің санына ма, сапасына ма мән беретініңіз? Енді бұл сұрағыңызды мен әр уақытта да өзім айтып отырамын. Әрине сапа деген өте жақсы, сапасына қараймын мен әр уақытта. Мысалы өзім енді қазір мінекей 56 деген жасқа келдім. Ал әнімнің саны менің 50-ге жеткен жоқ әлі. Кейбір менің әріптестерім бар, кіші, өзімнен қатар. Тіптен байқамай айтып қалады, ой, Алтеке, бір досым бар өзімнің, бір туысқаным, 200 әннің басын қайырып тастадық қой, деп сөйтеді. Қарағым, мен айтам, досым, мынау 200 әннің бір 3 әнін ешкім орындамайды ғой. Ол санын қайтем оның, сапасы керек қой. Сол айтқандай менің сол бір 50 шақты әнім бар. Ал енді мен енді ойланып, ойланып, жүз толғанып дейді, жаңа 99 тамырың шымырлап, 9 ай толғағын жеткізіп барып жазған жақсы көремін. Енді соңғы кезде менің жазған бір-екі шығармам бар.
ол енді әлі әзір жария болып жатқан жоқ. Бір әнімді қазір Тұңғышбай Жаманқұлов ән қалқа деген. Бұны Иранғайып өлеңін жазды, мен әнін жаздым. Соны қазір енді бұл ғашықтық тақырыпқа жазған лирикалық әдемі ән, соны эстрадалық жүйеге салып, Тұңғышбай орындап жүр. Енді соңғы жазған әнімді және естіп жүрген боларсыздар, сен болмасаң, эстрадалық жаңағы стильде жазған ән. Осы сияқты әндерді, мысалы, халық арасында қазір тіптен сен болмасаң әні, мына бірінші өзіміздің радио рейтингінде бас жүлдені алды. Оған мен мысалы қуаныштымын. Ол енді соңғы 2 жылда жазған әндердің жаңа бірі. Жаңалықты жақсы көрем деп қалдыңыз бір сөзіңізде. Жаңа шыққан әніңізбен жаңа жұлдызды танытқыңыз келмей ма? Ондай да болады. Маған енді көп әншілер заказ береді. Маған ән жазып беріңіз, маған ән жазып беріңіз деген өте көп. Оны енді аттарын атамай ақ қояйын. Тіптен өзімнің шәкірттерімнің өзі, мысалы, көке маған арнап ән жазбай кеттіңіз ғой көптен дейді. Мен соған өзім онша құмарта алмаймын. Тіптен біреудің дауысына, мысалы, ыңғайлап ән жазу өте қиын біріншіден. Мен әннің бәрін өз даусым ыңғайлаймын бас жағында. Өзім домбыраға қосылып, бастан аяқ соны тексеріп, екшеп, елеп деген сияқты өнегөйін барып, қасымда құрбы жолдастарыма, үйдегі жарыма жаңағы әнді естітемін. Бас жағында бірінші тыңдаушыларым мұны онша емес қой десе, бітті, сол қалынша папка қайтадан жауабына қойып қоямын. Қонна қалған бойыңа күндіз бөрік шашқаудан жарқырайды жақұты жұлдыз болып мақтаулы шашқаулы жамылып ап торқаны тағымалы алқаны жолғайы уәделай бір күн келіп мақтаулы шашқаулы шашпауы жарасадай таққаны осы тәнім тұрғандай қаламаймын басқаны басқаны өкілдерім желбіреп жас жүрегім елжіреп сүйіншілеп кеңдейлер шашбаулығын келдіреп әсем әзіл сезімді жандырады шашбаулы қанғандай бір боладай жан құмары мақтаулы шашбаулы күмбір сырғаң ат моншақ шолпыларың шашбаулы көк жігіттің естенен тандырады мақтаулы шашбаулы шолпы шашбауы жарасадай таққаны осы тәнім тұрғандай қаламаймын басқаны басқаны гүлдерім желбіреп жас жүрегім елжіреп сүйіншілеп кеңдейлер шашбаулығын келгілеп қызыл бешпет үстіңде қынама кел шашбаулы алты баққан тебуге құрана кел мақтаулы шашбаулы күмбір сырғаң ақ моншақ шолпыларың шашбаулы көп жігітті естенен тандырады мақтаулы шашбаулы шолпы шашбауы жарасадай таққаны осы сәнің тұрғандай қала
шашпаулығын келді деп Қазіргі әндеріңіздің жалпы бағыт бағдары бұрынғы мұңайған қайғырғыдан гөрі қазір махаббатқа, сезімге жақындап келе жатқан секілді ғой. Осы бағытты әрі қарай аласыз ба, әлде мұңайған сәтіңізде тағы да бір көңіл пердесін шертетін кездер болар ма екен? Бұл енді бұл қызық сұрақ өзі. Мысалы, бұл ғашықтық деген өзі мәңгілік өлмейтін нәрсе. Ол ғашықтық өз дәуренің ғашықтық бітсе, өзіңнің жаңағы өмір сүру дәуреніңді бітеді деп ойлаймын. Мен ғашықтық дәуренім бітетін болса, мен ары қарай өмір сүрмей-ақ қоярым шіркін. Ал енді мен мұңайған дегенде, менің мұңайған әндерімнің жұлдызы болғаны сондай, айландырған қара кемпір қара шал бозторғай әні бүткіл Қазақстанға Қоразбаев тек қана мұңды ән жазады деп қана атағым шығып кетті. Ал басқа сырғалым, шашбаулым, сен мені сағындың ба, немесе әгугай домбыра, сол сияқты көп әндерім соның көлеңкесінде қалып қоятын сияқты. Қазір ұмытылды ғой ол уақытта. Иә, ол уақыттар ұмытылды, Құдай қайғыдан аулақ қылсын. Кейде естіп жатамыз, кейбір жаңағы сазгерлеріміздің, композиторларымыздың әуенінде сырт елдің, шет елдің тіпті бір қандай да бір үйлесімді бір-біріне жақындайтын сондай бір әуендері кездеседі деп. Осындай дүниені сіз көзіңіз шала ма, және соны білген кезде бір өзара әріптестеріңізге өзара бір талғайтын әңгімелер айтасыз ба? Міндетті түрде біз енді мына Қазақконцерт ұжымында енді кәсіби ұжым болғаннан кейін біз өзіміздің артистеріміздің репертуар таңдау жағын міндетті түрде қарап отырамыз, оны қадағалап отырамыз, оларға кеңес беріп отырамыз әр уақытта да. Ал енді шошақай әндер дейміз, ол шошақай әндер мен өзім солай атаймын, өйткені ол да керек менің ойымша. Енді бәрі лирика болып, бәрі жаңағы нәзік болып, бәрі ғашықтық, бәрі махаббат болып кетсе ол да қызық емес. Енді заманда бізде жаңа киіздің түтегін шығарып билегенбіз, оны мен жасырмаймын. Біздің кезіміздегі мысалы ырғақ басқаша, қазіргі ырғақ басқаша. Сен неге ондай ырғақпен билейсің деп мен жастарға айта алмаймын. Өйткені заманы сол, заңы сол. Оған ешқандай мен қарсылық білдіре алмаймын. Ал енді менің енді кішкентай әріптестерім бар, шынында да шетелдің жаңа музыкаларын сәл өңдейді де қазақшылайтағы халыққа қайтадан ұсынады. Ол енді ғұмыры қысқа, оны енді кінәлаудың қажеті жоқ. Оның ғұмыры қысқа ән дейді ондайды. Ондай сазгерлерді білесіз бе? Ондайлар сазгерлерді білемін әрине. Оның әні 1 жыл 2 жылдан аспайды. Жанашырлықпен сын айтпайсыз ба? Міндетті түрде айтамын мен. Енді оның әртістердің жаңағы композитор інілерімнің өздері білетін шығар. Мен барлығына да сын көзбен қарап әндерін мақтайтын жерін мақтап, даттайтын жерін даттап, бәрін беттерін айтып жүремін. Көп жағдайда сын талап етесіз бе, әлде арқасынан қағып, осы уақыт өте келе түзелер деген сияқты сенімге ерік бересіз бе? Енді әркімнің мысалы жұмыс стилі әртүрлі ғой. Мен мысалы мені ұрсақ деп ешкім айтпайды. Біздің директор қайта жұмсақ екен мына кісі, бізге жұмсақ көзбен қарайды, жылы көзбен қарайды дейді. Ал енді қаныңды ішіңе тартып, бедірейіп, есіктен кіргізбей, оларды өзіңнен сырт ұстап, алыс ұстап тұратын болсаң, бұл енді баяғы кеңес дәуірінің заманына қайтадан кеткеніміз болар еді. Менің есігім әр уақытта әр әртіске ашық. Бірақ менің әртістерім де әдепті, менің мазамды көре ала бермейді. Тек қана керекті бір уақыттарда ғана есігімді қағып. Әншілеріңізді еркін істесіз бе? Иә, еркін істегенді мен басыма шығармаймын, ол Құдайға шүкір. Оған енді менің өзімнің жұмыс қызметімнің және менің енді талапшылдығым оған жеткілікті енді. Менің енді бұрыннан келе жатқан көптен жаңа жетекшілік рөлді атқарып жүрген менің міндетімнің өзі соларға белгілі сияқты. Ал енді әртістермен мен арақатынасты жақсы ұстаймын. Сізге өкпелеп кеткен өнер адамдар болды ма? Жалпы реніш, өкпе деген болады ғой өнерде. Мен есімде жоқ. Мысалы сонау Жамбыл облысында, Жамбыл облыстық филармонияны басқарғанда, Сүйінбай атындағы филармонияны басқарғанда ешқандай әртістердің мен жаңа көзіне жас келтіріп, ренжітіп, олар жұмыстан қуып, кінәсіз кінәлаған емеспін еш уақытта. Керісінше оларға өзімнің ойымды, кеңесімді беріп, бауырға тартып, осы өнердің не екені, қиындық екенін, өнердің қандай асыл екенін. Көбірек айттым деп қалдыңыз. Соңғы уақытта біздің байқап жүргеніміз Алтынбек ағамыз сары шал болып клиптерге де көп түсіп жүрген жайыңыз бар. Клиптерге сұраныс қайдан келді? Өзіңіздің осы жерде нағыз әртістік өнеріңізді көрсеткіңіз келді ме? Жоқ, бұл клип болғанда мен өзім жалғыз ғана клипке түстім. Бұл енді өзімнің әнім, өзім маңдай терім. Үшқоңыр әні қазір мен қалжыңдап қоямын. Осы мынау Ұзынағаш Жамбыл ауданы, бер жағындағы Қарасай бабамыздың ауданы. Осы екі ауданның гимні деп қоямын. Енді әннің өзін енді әркім өзінің ішінен шыққан шұбар дейді, ішінен шыққан баласын еш уақыт жамандамайды ғой. Үшқоңыр әнім менің ең соңғы бір үлкен жетістігім деп ойлаймын. Бұның енді жаңағы өлеңін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жазғаннан емес.
Әннің өзі мына халықтық стильде, халықтың жүрегінен орын таба білуінде. Бұл әнді халық өте керемет сүйіп тыңдайды. Оны енді бәріңіз де куә шығарсыздар. Ал мен шәкірттерім жаңағы Музарт триосы, Мейрамбек бастатқан, Сәкен, Мақсат қостаған азаматтар үш қоңырды тіптен әдемі қылып орындады. Бұл енді жаңадан туған жөргектегі баладан бастап, сол үш қоңырда туған бала, ойымда менің енді. Одан кейін жасөспірім бала, одан мектепке барған бала, одан жігіт болған бала, одан жаңағы кәрі шал. Мен өзім сол шалдың рөлін ойнағаным сол себепті де. Кішкентай бала немереңіз емес? Жоқ, сол жердегі әртістердің енді бір талантты балалары. Клип өзіңізге қалай әсер етті? Клип мен енді сәл асығыстау болды, дегенмен клип енді былай қазақилық өзінің бір көруге тұрарлықтай жақсы деп ойладым енді. Клип жаман шыққан. Корея клипіңізге көңіліңіз толды ма? Болашақта осындай жасқа жетеді. Ол енді Құдай соған жеткізсін. Енді сондай шал болсақ жан болмаспыз. Осыған дейін біздің білетініміз, сіз Сүйінбай атындағы облыстық филармонияны басқардыңыз. Облыс қазір Талдықорғанның еншісіне кетті. Ұжымның барлығы түгелдей өзіңіз бірге қызметтес болған кетті ме, әлде өзіңізге қолқа салушылар сол жаққа бірге жүріңіз, басшы болып, ел бастаңыз деген сияқты ұсыныстар болмап па еді? Жоқ, мен Талдықорғанға бір 4-5 ай барып жүрдім. Барып келіп қызмет жасап жүрдім. Шалбай Құлмахан ұлы, ол кісіге көп рахмет, менің бетімнен қапқан жоқ. Тіптен бара салымен ең бірінші кезекте ең әдемі үйден маған үй берді. Ал енді Алтеке, қызметіңді жаса, сен ештеңеден қамақпа. Бүткіл ақшаңды, теңгеңді бәрін тауып беремін. Тек қана филармонияны көрсет Сүйінбай атында. Мен енді сонау Тараздан, Жамбыл облысынан Алматыға келіп, Алматыдан қайта Талдықорғанға барып, мүмкін Талдықорғанға тағы бір ауданға кетермін. Осы ойыма келді дағы енді ондай жаста емес. Мен енді ана перспектива немесе қызмет лауазым қуып жүрген адам емеспін. Осыған орай әр ойланып, бер ойланып, үйдегі өзімнің қабырғамен кеңесіп, өзімнің жанұяммен кеңесіп қой. Осы Алматы енді бізге мекен жай болып қалатын шығар түбі деп қайтадан Алматыға сол Шәкеңнен Шалбайдан рұқсат сұрап Алматыға қайта оралдым. Қайта оралған бетімде сол бірден сол Қазақ концерт ұжымы маған ұсынды. Енді Қазақ концертке мен үйленіп шықты, ұжым көріп жүрген ұжымым, істеп жүрген қызметім соған бірден уәдем беріп қойған содан болады. Елордасы Астанада да өнердің керегесі кеңейіп келе жатқан секілді. Бәлкім енді сіз шенеуніктің біраз тәжірибесін бастан өткерген адамсыз, бәлкім Елордаға қарай жақындарсыз, бәлкім жоғарғы мінбелерге көтерілерсіз, жоғары жаққа билікке жақындарсыз, ол жағы ойландырмай ма? Енді ойландырады әрине, ол мен билік үшін емес, Елорданы өркендетеміз, сіз керексіз, Қазақ концерт ұжымы Елордаға көшсін деп жатса, менің ешқандай оған ешқандай қарсылығым жоқ. Тіптен ертең көрсетсе, мен бүгін көшіп кетуге әзірмін. Мысалы, елбасының саясаты мен әр уақытта қолдауға тиістімін, қолдаймын да. Мына бірақ енді Қазақстан Республикасындағы оңтүстік астанамыз Алматыға да өнерпаздар керек. Бізді Алматы қаласын өнер және мәдениет орталығы деп бекер айтпаған шығар. Бұл жерде бірнеше жүздеген өнерпаздар бар. Олардың бәрін тастап, енді кетіп қалу тағы ыңғайсыз. Қалай десе, біз мысалы өз басшылары министрлік қалай шешсе, сол жағына мен ыңғайланамын. Алтынбек аға, ел көргеніңіз бар, жаңағы басшылық тәжірибеңіз бар, беделіңіз және бар. Дегенмен де биліктің де артықтығы жоқ қой. Қазір кішігірім жаңағы төменгі баспалдақтан жоғары қарай көтерілу сәтсіз жүріп жатыр. Бәлкім қалалық мәслихатқа өзіңіз ел қалаулысы болуға лайықты болып қалған шығарсыз. Осы жағын кейде ойлап қоймайсыз ба? Енді бұл жағы мен енді ойлаймын, бірақ енді әркім өз қызметін жасағаны дұрыс шығар дейді. Мен сол парламентке барып отырғаннан гөрі осы өнер ұжымын басқарсам, халыққа көбірек пайда содан бола ма деп ойлаймын. Парламентке барсаңыз, бәлкім барлық өнер адамдарының қолдаушысы болар ма еді? Енді олай да болуы мүмкін, бірақ дегенменен енді мына өнер азаматтарынан мен ұзақ кеткім келмейді. Ондай үлкен лауазымға енді мүмкін ерте шығар деп ойлаймын. Саясатқа араласасыз ба? Ойыңызды, пікіріңізді, қоғамда үніңізді айтуға? Енді саясатқа мен көп араласпаймын, араласқым да келмейді. Мен енді негізі ауыл партиясының саяси партиясының мүшесімін. Ауыл партиясының. Бірақ енді сол ауыл партиясының өкінішке орай лауазымын көтерілмей жатырмыз. Енді Қалиев ағамыз ауыл партиясының төрағасы. Енді мына сайлауға ілінбей ме ол да белгісіз. Әйтеуір сол партияға ғана мүшемін. Енді оның өзінде келешекті көрсетеді. Осы өнер азаматына партияға мүше болу керек пе, керек емес пе, соның өзі үлкен бір сұрақ па деп ойлаймын.
Енді әуелде жаңағы ауыл жылына байланысты ел араладым дедіңіз. Бұл бәлкім ауыл партиясының тапсырысы емес пе? Жоқ, ауыл партиясы онымен табыстаған жоқ. Бұл ел басының саясатына орай ауыл жырына сөніңгеймен бет бұрып жатыр. Өздеріңіздің шәкірттеріңіз, Мейрамбек болсын, Тоқтар болсын, Тоқтар өзінің соңғы концертінде шәкіртіңіздің шәкірті көке қарсы алыңыз деді. Шәкірттеріңіздің шәкіртін сіз қалай бағалап жатырсыз? Шәкірттеріңіз шәкірт тәрбиелеуге жақындап қалып па екен? Бұл өзі өмірдің өзі ағысы солай. Айттым ғой, енді мен шәкірт тәрбиелеймін, шәкірттен шәкірт шығады, ол шәкірттен шәкірт шығу керек. Бұл заңдылық, өмірдің заңдылығы. Ізбасарлар дайындаған ешқандай зияны жоқ. Ана бұлақ көрсең, көзін ашса халық бекер айтпайды. Енді біздің ізімізді басып, бізден асып кетіп жатса, мен оған тек қана қуанамын. Сол себепті де мен мысалы Мейрамбек Тоқтарлардың үлкен сахнадан көрініп жатқанына мен енді шын жаңағы жүрегімменен, шын әкелік мейірімменен қуанамын соған. Ал үйдегі балаларыңызға мейіріміңіз қандай? Өнердегі балаларыңыз өсті, жетілді, халыққа көрінді. Үйдегі балаларыңыздың да өзіндік биігі бар шығар, мақтануыңызға болады? Әрине, өз баласын кім жек көрсін. Оның үстінде біз енді қазақ деген атымыз сол өз ұрпағымызбен шығатын белгілі. Балаларым Құдайға шүкір. Барлығы қазір жоғарғы білім бар, қызметте, өз тірліктерін өзі жасап. Өнерге жақындағандар? Өнерге жақындаған болған дейін мен ұлым Рүстем Қоразбаев ол консерваторияны бітірді. Консерваторияны бітіре салыменен әлде қандай заман болады деп, мына Қонаев атындағы жаңағы университетте тамамдады. Соны тамамдағаннан кейін енді, ай папа, осы бір үйге бір әрсі жетіп қалады, сіз болғаныңыз дұрыс қой деп, Рүстем қазір басқа қызметте. Дегенмен оның қазір домбыра ұстап қолына бір-екі ән мына халық айтып жүр. Әркім немересін тәтті ғой, немере деген өзі. Кіші немерем қазір 3 жаста. Сол әр әнді, мысалы, теледидардан көріп отқан, мысалы, қазақтың әдемі кішкентай халық әндерін өз тональностінде, өзінің жаңағы ырғағында телевизордан естіп соны қайталап береді. Осыған қарағанда бір немерем мүмкін менің атағымды шығарар. Şanımda kürdün dilinin iligen keremettin sağındırgan 25 Tüm uykusun tüm böledim şanım